мынандай 2 гектар жерге 3 гектар жерді сен қоршайсың, сосын 3-ші этаж 4-ші қабатқа келген кезде, болмаса 10-ші қабатқа келген кезде не істейді? Ойбай, мынау заңсыз екен, қоя тұр. Бұның артында не жатыр? Жалпы депутат болған қалай екен? Креслоның бұ ұрған жоқ па? Не істеп отырсыңдар, сендер отырып алып, айлық алып отырсыңдар, ұйықтап отырсыңдар. Сіздің депутат болғаныңызға 1 жылға жуық уақыт болды. Сіз не бітірдіңіз? Мынау әйелді ұру, баланы ұру, Бишімбаевқа да қатысты. Жол мәселесі, қоқыс мәселесіне келген кезде де суретке түсіріп аламын да, тікелей мен өзім әкімге жіберем. Мысалға 300-ге жуық автобус келеді. Біздің сауатымыз соншалықты төмен бе? Біз неге алаяқтардың айласына қайта-қайта алдана береміз? Біреулер бар, араб мемлекеттеріне еліктеп, тұмшаланып, қап-қара киініп, 30 жылда көп нәрсе жабылып қалды, фабрика жоқ, Жаңа ипотекалық бағдарлама мамырда бастау болады, яғни старт болады деп айтқан болатынсыз. 36 жастан да артық азаматтарымыз тапсыра алады. Қазір өтінім қабылдау жүріп жатыр. Бөлінген қаражат бармақ басты, көз қысты болып кетпеу үшін не істеуіміз қажет? Отбасы банкке 300 миллиардтай қаржы бөлінеді. Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін. Біз ұлттық құрылтайдан не күтеміз? Қандай пайдасы бар? Қоғамды екі жаққа бөліп жүрген герб мәселесі де бар, Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде подкаст. Бүгін біз экономика жайлы, халықтың хал-ахуалы, сонымен қатар елдегі болып жатқан саяси өзгерістер және ұлттық құрылтайға қатысты тақырып төңірегінде подкастты өрбітетін боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз парламент мәжілісінің депутаты Дәулет Мұқаев. Қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы. Енді аға, салыстырмалы түрде қарап отырсам, сіздердің депутат болғандарыңызға міне 1 жылдың уақыты болыпты. Жалпы депутат болған қалай екен? Креслоның бұ ұрған жоқ па? Көп адам осылай ойлайды, ана бір депутат болды, креслоға отырды, өзгереді, болмаса бұлар ұйықтап отырады деген сондай неше түрлі түсінік қой, енді стереотип кезінде. Мен де өзім депутат болмаймын, мысалға қоғамда мынау әлеуметтік желіде де түрлі сынап посттар жазатын мен, мысалы, себебі оғанға дейін бір парламент, бір жабық ғимарат сияқты болатын, ішкі құрылысын түсіне бермейтін, болмаса әлеуметтік желілерде көп шыға бермейтін, ал енді қазіргі уақытта менің түсінігімде ол жабық мекеме емес, керісінше ашықтықты көрсететін қандай да бір заң жобалары болмасын, немесе сол жұмыс тобы, немесе комитеттің отырысы болады, дөңгелек үстелдері болады, оның барлығы ашық талқыланады, және де оны өзімнің оқырмандарым да айтып жатыр, бұрын білмейтін едік. Және де тағы да бір айтатыным, мен үнемі айтам, мына тақ пен табыттың есі жоқ. Кресло дегенді бір жылы орын деп қабылдаудың қажеті жоқ. Ол кресло дейтіндей, ол жай бір орындық қой, енді былай өзінің жұмыс орнының, бірақ сол өзімнің кабинетімдегі креслода отыратын уақытымнан гөрі кәдімгі жұмыс процестерінде, болмаса мынау қоғамдық кездесулер болады ғой, халықпен кездесулермен сонымен уақыт көп өтіп кетеді, шыны керек. Сондықтан ол кресло, білмеймін, жұмыс орнында, ол кабинетте тұрады ғой. Депутат болу тек қана заң шығарумен шектелмейді, сонымен қатар қоғамдағы бар проблемаларды көтеру керек дейсіз. Әрине, ол бірінші кезекте ол көпір ғой, көпір. Мен үнемі айтамын, ол халықтың мынау мұң-мұқтажын үкіметке, атқарушы органға жеткізу. Яғни бірінші кезекте ол көпір, екінші кезекте соған байланысты қандай да бір заңдарды қабылдау, шығару, талқылау. Бірақ заң шығарғанда да, мысалға, кейбір адамдар айтады, неге мынаны шығара салмайсыңдар, неге бүйте салмайсыңдар деп. Ол тек қана депутаттың қолындағы дүние емес, оны да ескеру керек. Бірінші кезекте, екінші кезекте ол жерде арнайы заңнама бөлімі бар, басқа министрліктері бар, жоғары сот бар, барлығының, үкімет бар дейтіндей, барлығының ойы бір жерде келісімі болғаннан кейін барып заң жүзеге асады. Оны да мен осы бұрын білмейтін едім, себебі жаңа айтып отырмын ғой, мен де солай ойлайтын. Бірақ қандай да бір өзгеріс болу үшін ол сен отыра салып, міне де өзгеріс жасай салмайсың. Барлығының қолдауы болып, одан кейін барып дауысқа салғаннан кейін барып, ол жүзеге асады. Жүзеге асқанның өзінде ары қарай сенатқа кетеді, сенаттан президент қол қойғаннан кейін барып жүзеге асып жатады,
Енді қазір осы 8-ші шақырылым депутаттарына 1 жыл уақыт болды енді. Білесіз, қазір халықтың ойы, әй осы депутаттар айтып жатыр, бірақ не өзгеріп жатыр дейді. Енді міне сіздің депутат болғаныңызға 1 жылға жуық уақыт болды. Сіз не бітірдіңіз? Жақсы сұрақ. Мен де өзім ойланам. Осы 1 жыл болды, өз-өзіме есеп беретін болсам, иә. Әрине, ол 1 жыл енді салыстырмалы түрде аз уақыт адамның еңбегін бағалауға, бірақ мен айтар едім, өзімнің тарапымнан мысалға ипотека мәселесін қозғап көтердім, мен өзім баспанаға қатысты. Білесіздер, мынау қазіргі уақытта отау бағдарламасы басталып жатыр. Ол жерде мынау отбасы банкте осы уақытқа 50% еді ғой жарна. Ол 50% жарна жинау қиын, жастарға қиын деп айтқанымен, мінекей 20%-ке ол төмендеді. Қазіргі уақытта өтінім қабылданып жатыр. Одан бөлек мынау лагерде білесіздер, жазда зорлық зомбылық, одан кейін мынау санитария төмендеп, осыған байланысты тексерістер мүлдем жоқ болғаннан кейін неше түрлі жағдайлар көбейіп кетті. Осы мәселені де көтеріп, мінекей биылдан бастап сол лагерлер лицензияланатын болды. Бұл да бір менің өзімнің депутаттық сауалымның тікелей көрінісі деп десек те болады. Одан бөлек мынау ұлттық киім мәселесіне менің өте қуантқан нәрсе, қазіргі уақытта барлық мекемелер болсын, одан кейін тіпті мәжілістің өзі кәдімгідей қазақшыланып, қазақы ұлттық нақыштағы киімдерді киіп жатыр. Бұл менің бұрыннан бергі арманым болатын. Тіпті тақиялы депутат деп елдер атап кетті ғой. Енді осы тәуелсіздік тарихында қазақы киіммен, тақиямен ант қабылдаған тарихта қалған бір депутатпын десем де болатын шығар. Енді бұл мақтанышпен, енді осыны кәдімгі ұлттық мереке күні ретінде 18-ші наурыз қойылды. Ақпарат және мәдениет министрлігінің қолдауымен, президенттің бастамасымен десек те болады. Өйткені президенттің де сөзі бар ғой, тек наурызда ғана кимей, ұлттық киімдерді жай күндері де киюіміз керек деген. Мен айтам, ұлттық киім ол біздің ұлттық руханиятымыздың көрсеткіші, көрінісі деп білемін. Себебі осы ұлттық киім арқылы біз кез келген адамның, әсіресе жас буынның патриоттылығын, елге деген махаббатын, тілге деген сүйіспеншілігін оятатын бірден бір құрал деп білемін. Себебі өзге ұлттардың бәрінде осындай арнаулы мерекелері бар. Тіпті мынау Қырғызстанның өзінде 5-ші наурыз айырғалпақ күні болып бекітілген мысалға, сондай бағыттарды айтсақ болады. Одан кейін мынау қазіргі уақытта менің назарымда тұрған жастардың жалдамалы пәтеріне байланысты. Әрине менің жаңағы министрлікке қойған сауалында сол жастарға үй берілу керек, яғни өздері сатып алатындай. Қазір бізде болды заң жобасына сәйкес, мынау СУСН дейді ғой, әлеуметтік осал топтар бұрында жалдамалы пәтерді алды. Енді сол жалдамалы пәтерді өздері жекешелендіруге мүмкіндік беріп отырмыз. Бұл заң жобасы шамамен осы жазда жүзеге аса бастайды. Кезек жалдамалы пәтермен алған. Бірақ сол жалдамалы пәтерді жастарды алған, жұмыс істейтін 29 жасқа дейін, кейін ол өзгерді 35 жасқа дейін деп. Сол азаматтарымызға да ипотекаға алуға мүмкіндік беру керек деп өзім есептеймін. Қазір өте өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Бұл да бір жаңағы менің назарымдағы дүние. Одан бөлек мынау енді мен Астана қаласы ғой, жеке мандатты депутат болғандықтан Есіл, Сарыарқа, Нұра аудандарының мәселесі менің тікелей назарымда, басты назарда. Бұл салада білесіздер, мектептің жетіспеушілігі байқалады. Осыған байланысты біздің қабылдаған заң жобасында айтып өткіміз келеді. Мынандай, мысалға бұрын үйлер топырланып сала беретін, опыр-топыр салады. Сосын мектеп жоқ, мектеп жетіспейді, 3 ауысымды мектеп. Қазіргі заң бойынша бірінші мектеп салынады, одан кейін барып үйлер салынатындай заң қабылдадық. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ол да бір
плюс дейді ғой, яғни әлеуметтік нысан салынады, балабақша, проблема мектебі шешудің жолдары. Одан бөлек білесіздер, мына үркер мәселесінде КОС деген үлкен мынау кәріс тазалау жүйесі, қазақша айтқанда, орысша айтқанда КОС канализационный очистительный сооружение ма, сондай сөйтіп нетеді, КОС-2, соның құрылысы тоқтады. Енді улап-шулап жүріп, белсенділермен осы КОС-2-ның жұмысын тоқтату жұмыстары қабылданды. Бұл да сол жердегі үркер халқының біздің де бір жеңісіміз деп өзім есептеймін. Одан кейін үлескерлер мәселесі өте бұл жалғыз Астанада емес, Қазақстан бойынша мәселе болып тұр. Себебі қазірдің өзінде мысалға Астана қаласында 130-дан астам тұрғын үй кешені проблемный саналады. Алматыда да солай. Мысалы Алматыда 45 тұрғын үй кешенінің құрылысы өкінішке қарай жаңағындай өте проблемный, тіпті тоқтап қалғандары да бар. Соның ішінде ел шулаған, мысалға кезінде маған да менен де жарнама сұраған, депутат болмай тұрып, бір құрылыс кешені бар мысалға. Сол да тоқтап қалды. Енді бұл жерде мен айтам, бір әкімдіктердің келіспеушілігінен болып жатады көп жағдайда. Одан кейін мемлекеттік гарантияны кейін аламыз деп қазақылыққа салынып жүреді мысалға. Сондай, соны по ходу дела деп, қазақша шешеміз мен сөзін ашығы. Әйтпесе мынаны қараңызшы, сіз жай ғана мен айтамын да, үй түгілі көшеге шығып, сіз бір нәрсе сатыңызшы, немесе бір көшенің бір жеріне киоскіңізді қоя салсаңыз, сол күні-ақ сізге кім келеді? Участковый келеді, полиция, прокурор, тексеретіндер бәрі келеді де, мынаны қойма сен дейді. Ал мынандай 2 гектар жерге, 3 гектар жерді сен қоршайсың, кран, бүкіл техниканы кіргізесің, бетон бәрін, сосын құрылысын бастап қоясың, сосын 3-ші этаж 4-ші қабатқа келген кезде, болмаса 10-ші қабатқа келген кезде не істейді? Ойбай, мынау заңсыз екен, қояды дейді. Бұның артында не жатыр? Бұның артында жаңағындай келісім шарт, ғай-сығай, жаңағындай ауызша нету, кейін келісеміз, бүйтеміз, сөйтеміз деген. Тіпті жаңа Алматыдағы мен жарнамасын жасаған тұрғын үй кешенінен бөлек, Астанада да солай. Мен өзім бар, одан кейін ініме айтып, G-Park тұрғын үй кешеніне де әлі күтіп жүрміз, 2 жылдан да асты, оған мысалға ақшасын салып. Ал Алматыдағы жаңа рекламасын сұраған, ол жеңілдік сұрады. Мен ол жерде Алматыдан да бір әйтеуір үй алып қояйықшы деген оймен, олар айтты, жарнамасын жасап бересің, шаршысын 300 мыңнан бересің, әйтпесе менің де атымда келісім шарт бар, өкінішке қарай. Ол да 1-ші этаж ба, 2-ші этажға келіп, жаңа свай бәрі қағылып тоқтады да қалды. Ол жердегі нәрсе, Алматы қаласының генпланы өзгереді дейді. Оған әкімдік қайда қарады мысалға, оны қоршап жатқан кезде, паспортын іліп қойған кезде мысалға, сондықтан дәл осы үлескерлердің мәселесі өте өзекті болып тұр. Осыған байланысты біздің парламентке де үлескерлік заң жобасы келді. Дәл осы заң жобасында КЖК алудың мүмкіндіктерін біз кеңейтіп отырмыз. Одан бөлек жарнама мәселесінен өзім басыма түсті ғой. Ешқандай әкімдіктің рұқсаты болмаса, КЖК алмаса, оны жарнамалауға толығымен заңмен тыйым салынады. Көрдіңіздер ма? Өйткені қазіргі заңнама бойынша ол жарнамасы жасала береді. Өйткені біз сияқты, мен блогер болған кезде, сол танымал жаңағы адамдарды пайдаланып жатады. Көрдіңіз ба? Сондықтан да осындай заң жобасы өзіме сабақ болғаннан кейін, өзім де сол бастамашыл болып парламентте осы заңды бұйырса қабылдау жүзеге асып жатыр. Одан бөлек Астана қаласының әкімі Жеңіс Махмұтұлы мен Қасымбек мен тікелей жұмыс істеймін. Кәдімгі, мен ол кісімен хат алыспай, тікелей WhatsApp-ына жазып, өзімнің ауданымдағы проблемалар болатын болса, түсіріп, жіберіп, мысалға. Одан бөлек проблема дегеннен шығады. Соңғы бір проблемалардың бірі өзімнің сайлаушыларына Көкталдағы иттер мәселесі. Бұралқы, одан бөлек не дәлгі көшеде қаңғыбас иттер көбейіп кетті. Осыған байланысты жануарлар заңға келіп жатыр. Оны жетекшілік ететін әріптесім Нартай Аралбайұлы осыған байланысты бірнеше өзгерістер енеді. Яғни сол иттерді
енді бұл жерде де аудитория екіге бөлінеді, себебі мына орыс тілді аудитория, одан кейін жануарлардың жанашырлары, мысалға сендер неге оны өлтіресіңдер деп бөлінсе, екінші тарап бар, иттің өмірінен баланың өмірі қымбат дейтін, мысалға. Сондықтан да енді шынымен де егер де қоғамға зияны залалы тиетін болса, онымен күресуді жалғастыру керек деп өзім есептеймін. Сондықтан мынау жол мәселесінде, одан бөлек енді Астананың депутаты болғандықтан жаңа мектеп мәселесі менің басты назарымда. Осы жылы шамамен 24 мектеп пайдалануға беріледі деген жоспарда бар. Одан бөлек автобусқа байланысты өткен жылдан бері сол CTS, сол немен қалалық транспорт жүйесімен, басшылығымен қалаға 400-ге жуық автобус келген болатын. Жаңа линияларды қосуға, кейбір өзімнің сол сайлаушыларымның аудандарына да осындай бағытта автобустар керек деп нені басшылықпен жергілікті осы мәселені де көтерген едім. Одан бөлек қалаға қазір тағы биыл 300-ге жуық автобус келеді. Оның да бағыттарын реттестіру керек. Қоса кетейін аға. Автобус ол енді үлкен мәселе ғой. Мұнда мысалы халықтар, мысалы қарап отырсаңыз айтады, мысалы бір автобустың келуін біз жарты сағат, 1 сағат одан аса уақыт күтеміз дейді. Баратын жерге бара алмай қаламыз дейді. Енді барлығының бірдей жағдайы жоқ қой таксимен жүретін деген секілді. Сол үшін бір керемет бастама болды ма автобустың мәселесі? Автобус мәселесі, өзім де кейде автобуспен жүрем. Әсіресе кептеліс басталып кеткен кезде маған такси қолайсыз болып қалады. Өйткені автобус жолақтары бар, ол бар, одан кейін автобус арзан. Енді кептеліс басталғанда таксидің де бағасы қымбаттап кетеді, білесіздер, Яндекс болсын, InDriver болсын. Сондықтан өзімде автобуспен жүріп, сол проблема нені өзімде көріп, қай автобус интервалы қандай екен, барлығын өзіме керекті жерін түртіп аламын. Одан кейін мынау жол мәселесі, қоқыс мәселесіне келген кезде де суретке түсіріп аламын да тікелей мен өзім әкімге жіберем. Мысалға, енді ол көрінбейтін жұмыстардың бірі, көп жерде айта бермей мен істеп жатырмын деген сияқты, бірақ енді ақыр сұрағаннан кейін жасалған жұмыстар. Мысалға, мінекей суретке түсіріп жіберем Жеңіс Махмұтұлына, осындай болып жатыр, мінекей мына жерде парковка дұрыс емес, яғни жол дұрыс емес дейтіндей. Ол кісінің бір жақсысы, назарға аламын, деп кейін де мінекей есебін жазып маған бір нелерін жеріп отырады, видео отчеттар дейді ғой, мысалға бір қуантатын нәрсе, нәтижелері мінекей өзі аудиосымен жіберіп, жаздан бері өте солай тығыз қарым-қатынаста. Әкіммен байланысу арқылы өйткені қараңыздар, депутаттың қолында тек қана айтумен заң шығару шығар, енді айналып келген кезде. Біздің қолымызда ондай біреуге ұрсатын, біреуге мына жерді жұмыс істе дейтіндей басқа қызметшілерге тікелей неміз жоқ. Құзыретіміз ол тек қана сол атқарушы органмен жүзеге асады. Одан кейін біздің қолымызда тұрған ақша жоқ, бюджет жоқ, мысалға, ол біз бюджетті бекіткенімізбен, ол атқарушы орган сол министрліктердің, болмаса жергілікті әкімдіктердің құзыретінде өтеді. Содан кейін барып, міне осы жерден ақша бөлінген еді ғой, қайда анау неге істелмей жатыр деп біз тікелей солардан талап етеміз, мысалға. Сондықтан бұның барлығының артында әрине көрінбейтін жұмыс, бірақ енді оны көрмеген, білмеген, сезбеген адамға не істеп отырсыңдар, сендер отырып алып айлық алып отырсыңдар, ұйықтап отырсыңдар дейтіндей сөздер өте көп келіп жатады. Бірақ мен айтар едім, өзімнің әріптестерімнен де ұйықтап жатқан ешкім жоқ. Кәдімгі ел жанашырлары, ұлт жанашырлары өте көп. Енді расында бағана осы бір жылдың ішінде не істедіңіз деген сұрақты қойдық қой. Бағана ұлттық киім мәселесін айтып қалдыңыз. Осыған байланысты өзіңіз депутаттық сауалда көтердіңіз осы ұлттық киімге байланысты. Шынымен де керемет бастама. Міне осындай ұлттық киімімізді, өзіміздің руханиятымызды өзіміз қолдамасақ, жастар болып кім қолдайды қазақты? Сол үшін керемет. Ол әдемі көрінеді ғой біріншіден. Одан кейін қазіргі уақытта мына жастары болсын, басқа да азаматтарымыз болсын, біреуі Кореяға еліктеп жатыр, кей-поп.
біреуі Еуропаға еліктейді, біреулер бар араб мемлекеттеріне еліктеп тұмшаланып қап-қара киініп алып оны президент айтты ұлттық құрылтайда. Осы тұста ең дұрыс шешімдердің бірі деп өзім есептеймін. Біреулер айтады, ой, оны прокатқа алып жатырмыз, болмаса қымбат деп. Осы мынау жаңа жылда да, орыстың жаңа жылдарында да, христиандардың жаңа жыл дейміз, ол кезде де бір жаңа жылдық киім алады ғой, карнавал, бәленбай 1000 теңгеге, ақшаны құртып. Немесе мына менің басымдағы тақияның бағасы ары кетсе бір 2000 теңге мен 6000 теңгенің арасында бағасы. Бір тақиям бар, менің бір 4 жылдан артық киіп жүрдім, мысалға. Бір тақиям бар, мынау ант қабылдаған кездегі тақиям 2000 теңгеге алынған тақия. Ол енді міне 1 жылдан асты, сонда әлі де киіп жүрмін, мысалға. Сондықтан бұл жерде өзімізге байланысты ғой, сұранысты арттыруда. Әрине мынандай бір отандық дизайнерлердің эксклюзивті киімдер ол қымбатырақ болады. Біз уақыт өте келе мынау массалы өндіріс дейді ғой, соған қарай өту керекпіз. Өкінішке қарай ол ақсаңдап тұр. Әрине енді қазір үкіметке қарай кетіп қаламыз, үкіметті сынайтын тұстары да бар. 30 жылда көп нәрсе жабылып қалды, фабрика жоқ, бірақ енді дәл осындай нәрсе сұранысты арттырғаннан кейін барып, үкіметте бір қозғалады деген ойдамын. Тек қана осы ұлттық киімді 18 наурыз күні ғана кимей, қалған күндерде осылай дәріптеп, күнделікті киіп жүру керек деп санаймын енді өз ойым. Енді келесі сұрақ аға. Расында біз білеміз, кез келген орындалатын жобаға жалпы бюджеттен қаражат бөлінеді. Мысалы бір құрылыстың ПСД-сін алайықшы. Ол ПСД қаралады. Одан кейін оған бюджеттен қаражат бөлінеді. Жалпы осы бөлінген қаражат бармақ басты, көз қысты болып кетпеу үшін не істеуіміз қажет? Жалпы жоғарыда менеджерларды көбейту керек деп өзім есептеймін. Жалпы менеджменттің өзі 4 негізгі құралдан тұрады. Ол басқару, одан кейін жоспарлау, одан кейін бақылау және де мотивация. Бізде басқару керемет, небір басшыларымыз бар, бәрі керемет. Қалай айтсам екен, оқыған, шетел көрген, тіпті алды 5 тіл білетіндері бар, мысалға болашақпен оқыған дейміз, Америка, ана мынау көрген керемет енді, мысалға. Ойбай басқарады деп басшыларды қойып жатады, Одан кейін жоспарлау бар. Жоспар керемет, біздің жоспарымыз 2050-ге дейін кетіп қалғанда, мысалы 2050 күшті, ол да әдемі ғой енді, 2030 дедік мысалға. Ал жарайды, басшыларымыз жақсы делік, жоспарымыз керемет дедік, бірақ бақылау жоқ. Көрдіңіз бе, соған сәйкес, жоспарға сәйкес ақша бөлінеді ғой, күшті бәрі нетеді, бірақ басқару бар дедік, жоспарлау бар, бақылау жоқ болғаннан кейін жаңа ақшаның барлығы тістегеннің тісінде кетіп жатады. Сөйтіп мотивацияда құрып кетеді. Ал егер де сол бақылау деген тұсқа келген кезде бір қасқыр адам келіп, мысалға тықылдап, бақылап, әркім өзінің жұмысына адал болатын болса, мотивацияда болатын еді. Мысалға бұны қарапайым тілмен айтатын болсақ, осы жерге жол салу керек болды делік. Ол жерге жақсы бір басшыны қойдық. Жол саласының керемет маманын қойдық. Ол бәленбай жыл оқыған, практикасы бәрі бар. Сосын біз не істейміз? Планирование, жоспарладық. Жоспар бойынша 2024-тің аяғында, немесе 2023-тің аяғында жол салынып біту керек дедік. Сол жоспарға сәйкес ақшаны да бөлдік. Бірақ бақылау жоқ. Әлгі басшымыз не істейді? Бір күн барады, бір күн қарайды, бір күн қарамайды, мысалға. Келмейді, мүмкін ауырып қалады. Содан кейін қасындағы, қарамағындағы жұмысшылар не дейді? Бізді бақылап жатқан ешкім жоқ қой, мына бастығымыз жоқ қой дейді де, олар да сол жерде ұрлай бастайды. Былайша айтқанда левый жасайды ғой. Левый жасайды, қазіргі жалпақ тілмен айтқан кезде. Содан кейін не болады? Бақылау жоқ. Осындай олқылықтар өте көп, мотивацияда жоқ болады. А мотивация не еді бұл жердегі? Мотивация әдемі жол еді. Әдемі жол салынды, халық та риза, мен де риза, бәріміз риза, бәрімізге мотивация болатын. Өкінішке қарай ол нәрсе жоқ. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да мынау бақылауды өте күшейту керек. Бұл туралы жаңа жасақталған үкіметке де президент кәдімгідей айтты. Қатаң шешімдер керек, бүйту керек деп. Осы тұрғыда президент қоғамдық бақылау туралы заңға қол қойды ғой? Жалпы осында айтпақшы, негізі біршама заңдар қабылдандық қой, жұмыс процесінде де болдық. Осы қоғамдық бақылау заңға да өзгерістер енгізіп,
өзіміз, яғни қарапайым халық болып та бақылауды күшейтуіміз керек. Бірақ білесіздер, енді әрине көп адам бұны ести бермейді, біле бермейді, іздене бермейді. Бірақ осындай заңды да біз қабылдағанымыз бар. Одан бөлек мынау әйелдердің қауіпсіздігі, яғни балалардың қауіпсіздігіне байланысты тұрмыс зорлық зомбылыққа қатысты заң жобасында да белсенділік танытып жұмыс процесінде болды. Мысалға мынау әйелді ұру, баланы ұру, ол кәдімгі қылмыс болып саналу керек. Мынау Бишімбаевқа да қатысты, жаңа айтып отырмын ғой, көп нәрсе айналып келгенде сол тәрбиеге де байланысты деп өзім есептеймін. Бірінші кезекте мына қанша адам білім алғанымен тәрбиесі мүлдем басқаша болса, біз басқа процестерді көреміз. Ол міне бүгінгі күннің қазіргі сипаты да осындай деп ойлаймын. Бұны Әл-Фараби бабамыз айтқан, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы дейді Әл-Фараби бабамыз. Ал Момышұлы Бауыржан атамыз не дейді? Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Бірінші кезекте сол тәртіп, тәрбие, одан кейін барып білім болу керек деп өзім есептеймін. Дұрыс айтасыз. Енді келесі сұрақ, бұл қаржылық сауаттылық мәселесі. Енді сіз осы қаржылық сауаттылық мәселесін қаншама жылдар бойы ұрандатып жүрдіңіз. Осының нәтижесінде қазір мектептерде қаржылық сауаттылығына арналған пәндер ашылмақ. Енді сізге сұрақ, біздің сауатымыз соншалықты төмен бе? Біз неге алаяқтардың айласына қайта-қайта алдана береміз? Қаржылық сауаттылық, енді бұл да бір менің өзімнің депутаттық жұмысымның кішкене болсын жеңісі деп ойлаймын. Бұл жерде депутаттық жұмысты біз былай түсіну керекпіз. Бұл коллективті ұжыммен жұмыс. Мысалға бір нәрсені шығаратын болсақ, мен өзі ойымды айтам, пікірімді айтам, өзгерістерді енгізем, тағы да бір әріптес басқа депутаттар нетеді, сөйтіп бір әдемі дүние шығады. Мысалға, сондықтан да қандай жағдай болмасын, менікі тек қана менікі дейтіндей көрпені өзіме тартудан аулақпын. Бұл бірақ ортақ жаңағындай жұмыс. Қазақта да сөз бар ғой, кеңесіп пішкен тон келте болмайды дейді. Әр нәрсені кеңесіп, әр нәрсені ақылға салып, керекті дүниелерін алып жасайтын болсақ, ол қоғамға да пайдасын тигізеді. Осы қаржылық сауаттылыққа байланысты мен жаңағы мектептегі оқулықтарда да түрлі жаттығулар көбейсін, мынау рубль деген мысалдар кетіп жатады. Кейде рубль емес, теңге болу керек деп бірнеше дүниелерді министрге де мен көрсеткен едім. Одан бөлек қазір білесіздер, Аманат партиясы жанында қарызсыз қоғам болды. Жобасы үлкен керемет құрылды. Ол тегін оқытады қаржылық сауаттылыққа. Сол бағдарламаның аясында студенттер де қосылып отыр. Студент мамандар да, оқушылар да оқытуға, тегін оқуға мүмкіндіктері бар. Қаржылық сауаттылықты айтатын болсақ, салыстырмалы түрде бұл төмен деңгейде. Себебі енді оны мынау алданып жататын азаматтардан да білеміз. Одан кейін несие алып, ойбай мен бұны білмедім, неге бұның переплатасы көп деп жатады. Әйтпесе оның барлығы келісім шартта жазылады, оқымай жатамыз, қол қоя саламыз. Мысалға, немесе қор деп бір 70 мың, 100 мың тапсақ та бір 5 мың теңге, 2 мың теңге жинауды білмейміз өкінішке қарай. Ал енді өзге ұлттың азаматтары оны өте жақсы біледі. Әсіресе орыстар өте жақсы біледі. Мысалға, қаржылық сауат тұрғысынан олар анау черная касса деп, атын бәрін черный қылдыра береді. Черный касса, на черный ден деп әйтеуір жинақтап жүреді. Сол орыстың апалары болсын, аталары болсын. Мысалға, және де өткенде бір қызық болды. Алданған, мынау солтүстікте, батыста алданып қалған екен зейнет жасындағы азаматтар 100 миллионға дейін. Енді олардың бүйтіп ұлтын қарасам, қазақ емес, өзге ұлттың азаматтары болып жатты. Мысалға, сондықтан олар жинауды білетін болып тұр ғой. Енді алаяқтар алданатын себебіміз, біз түсіну керек, біз технология дамыған сайын түрлі мынау интернеттің жылдамдығы, түрлі планшет, неше түрлі приложениялар шыққаннан кейін айла да көбейе береді. Оған сәйкес біз де өзіміздің қаржылық сауаттылық білімімізді арттырып отыру керекпіз деген ойдамын. Себебі қанша жерден айтып жатамын, әлеуметтік желіде, одан кейін мынау ішкі істер органдары да дабыл қағып түрлі видео жасайды. Одан кейін мынау ақпарат және мәдениет министрлігі тарапынан алаяқ нет деген жоба бар. Жақсы, мен өзімнің таныс балаларым жүргізеді. Абылайхан, Нұрсұлтан,
деген Сержан деген жігіттер елге кәдімгі ақпарат береді, лекциялар өткізеді студенттерге, тікелей эфирлер жасайды, мен шығады тікелей эфирге, иә, сонда елге ақпарат береміз, бірақ сонда да алданып қалатындар бар. Енді бұның алдану себебі мынандай ғой, олар бірден оңай олжа уәде береді. Тез байып кетесіз, қаржылық пирамидаларға қатысты айтып отырмын ғой. Ал бірінші жағы осындай уәде береді, екінші жағы немесе сізге қауіп төніп тұр деп керісінше эмоционалды түрде қорқытады. Сізге код келеді, соны айтып жіберіңіз деген сияқты. Мысалға айтсақ, мысалы ауылда бір апамыз бар, соның телефонына хабарласады, міне сіздің шотыңыздан осында теңгені суырып алайын деп тұр, келген кодты айтыңыз, біз ақшаңызды сақтап қаламыз деген секілді. Олар кәдімгі әккі нелер ғой, енді бұларды психологиялық тұрғыдан да, эмоционалды тұрғыдан кәдімгі давка жасайды олар. Одан кейін бұл жерде бір нәрсені ескеру керек, біз алаяқтар Қазақстанда жүрсе жақсы ғой деген ой келеді де. Шетелде бұлардың көбінесе сол Украина, Ресей елдерінде, одан кейін Түркия мемлекетінде де болуы мүмкін. Себебі бұлар интернетпен жұмыс жасағаннан кейін мына VPN дегенді пайдаланады, ана ID несін, мекен жайын таба алмайтындай. Осындайда әрекеттер өте көп. Сондықтан да бұның барлығы енді өзіміз алданып қалмау үшін, ақшамызды тиімді пайдаланып басқару үшін әрине қаржылық сауаттылықтың рөлі біздің қоғамда ерекше. Әрі бұл нарықтық экономика болғандықтан барлық қарым-қатынас сол ақшамен реттеледі. Сондықтан міндетті түрде қаржылық сауаттылық керек. Жақсы. Енді өзіңіз баспанаға бағыт деп ұрандатасыз. Осы тұрғыда қазіргі жастарға арналған қандай жаңа бағдарламалар бар? Өз сөздеріңіздің бірінде осы жаңа ипотекалық бағдарлама мамырда бастау болады, яғни старт болады деп айтқан болатынсыз. Осы бойынша айта кетіңізші. Енді осы сұхбаттың басында айтып өттім ғой, отау бағдарламасы жастарға деп басында неткенімен кейін өзге де азаматтар қосылды, яғни өзге санаттағы 36 жастан да артық азаматтарымыз тапсыра алады. Қазір өтінім қабылдау жүріп жатыр, отбасыбанк.kz сайтында бастапқы жарна 20 деп айтып өттім, иә. Ал енді жаңа бағдарлама ол мына ұлттық құрылтайда президент бірнеше мәселелерді көтеріп өтті ғой. Соның ішінен өзіме ұнағаны сол баспана мәселесі, жаңа ипотекалық бағдарлама, соның ішінде әлеуметтік осал топтарға 7%-тен аспасын дегендей бастама көтерді. Қазіргі уақытта отбасы банкке 300 миллиардтай қаржы бөлінеді осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін. Сондықтан бұл жерде мынау әлеуметтік осал топтарды бірінші кезекте соларды үйлі ету жоспарда бар. Бірақ толық шарты, механизмі енді алдағы уақыттарда жүзеге асады. Қазіргі ақпарат бойынша сол процент 7. Одан бөлек 1 мамырдан бастап жүзеге аса бастайды, және де барлық Қазақстан бойынша, соның ішінде моноқалалар дедік қой, соларға басымдық беріледі. Ал енді сол жастар дейтін болсақ, жастарға берілетін отау бағдарламасында бөлінген 150 миллиард басым бөлігі жастарға бөлінетін болады. 60-40. 60% жастар үшін, 40% сол жастар санатына кірмейтін азаматтар үшін бөлінбек. Енді бағана сөзіңіздің бірінде ұлттық құрылтайда айтып қалдыңыз ғой. Енді осы ұлттық құрылтайға қатысты біз ұлттық құрылтайдан не күтеміз? Қандай пайдасы бар жалпы осы тұрғын үйден бөлек? Енді ұлттық құрылтай бұл бір жиынның президентпен бірге жиналатын, одан бөлек қоғам белсенділері, енді депутаттардан бөлек жаңағы өз пікірі бар азаматтар жиналып, қандай да бір ойды талқыға салу, одан кейін соған байланысты ұсыныстар жинақтап, нақты іс-шараларды жасау деп өзім білемін бұл ұлттық құрылтайды. Осы ұлттық құрылтайда президент мынау вейп мәселесін кәдімгідей қазіргі жастарды нүктесін қойып бергендей, себебі енді бізде оны мәжілісте кәдімгідей не болды, тіпті депутаттардың арасында мынау вейпті мүмкін қалдырамыз дегенде ой болды мысалға. Бірақ біз біршама депутаттар өзіміздің бастапқы пікірімізден ауытқымай вейпке соңына дейін қарсы тұрдық, сенатқа жібердік, мысалға. Сондықтан да президент айтқаннан кейін де міне ұлттық құрылтайда ол вейптің саудасы, вейптің өмірі дейміз бе, тоқтайтын болды.
яғни тыйым салынады, оны ертеңгі күні сататындар болса қылмыстық жауапкершілік болады сол вейпке. Өйткені бұл жастарды өте улап жатыр. Одан бөлек енді президент осы үй мәселесіне қатысты жаңа айттым ғой, енді өзіме ұнағаны деп, соны атап өтті. Одан кейін киімге де қатысты жақсы пікірді айтты, ұлттық киім киюге байланысты. Одан бөлек мен үнемі бір ұранмен жүремін, оқыған озады деген, оқиық, білімге талпынайық деген өзімнің ішкі идеологиям ол. Өзім оқитын жастарды өте қолдаймын, жақсы көремін. Тура сол секілді президентте осы кітап оқу күні осыған байланысты 24 сағат бойы жұмыс істейтін кітапханалар ашыла бастайды ірі қалаларда. Бұл да өте үлкен жақсы бастама. Одан бөлек қазір қоғамды екі жаққа бөліп жүрген герб мәселесі де бар. Енді ол президент өзінің пікірін айтты, яғни сол кеңестік белгілері бар деп айтып жатады деп. Бірақ президент айтты ғой, оны деп ойлаймын, нақты шешім бекітілген жоқ. Бірақ қандай да бір шешім болмасын, менің де ойымша ол қоғамның пікірі барлығы ескерілу керек. Яғни қоғамның талқысына салынып барып, нақты шешім қабылдану керек деп өзім есептеймін осы гербтің өзгеруіне байланысты. Енді аға, өзіңізге оралатын болсақ, жалпы алдағы жоспарыңыз қандай? Дәулет тек қана депутаттықпен шектеле ме? Амбицияңыз қандай? Білмеймін, кейбір адамдар министр бол деп жатады, президент бол деп жатады, бірақ мен ол екі позицияны да бір ойластырып көрмеппін. Бірақ анау адам айтады ғой, бір болмайым, көрмейм деген жерде де ат қазығын айнала басады дейді. Мен осы ойбай депутат болмаймын, депутаттық құрсын деп жүріп, өйткені енді бір рет бір сайлауға түсіп аузымыз күйіп қалды ғой. Одан кейін мінекей жеке мандат болып, бір плюс осы жаңа Қазақстанның белгілері бар ма деген бір ой болып өзім түскен едім. Бірақ енді өзімнің сайлаушыларым қанша, бір 51 мыңдай Астана бойынша адам дауыс берді ғой. Енді солардың үлкен маған деген сенімі. Бірақ бірінші кезекте мен енді өзім Дәулет, сен кімсің деп өзіме сұрақ қоятын болсам, осы оқытушылық, ағартушылық, білім жолында өзімді көремін. Өйткені сол ұрпақты тәрбиелеуде, жастарды тәрбиелеуге мен университетте де оқытушы болдым. Одан кейін әлеуметтік желіде де елге қаржылық сауаттылық бағытта білім бағыт-бағдар бергеннен кейін көп адамды көріп жатам, көшеде кездестіріп жатам. Сіздің берген біліміңізбен мен былай жасадым, бүйттім деп алғысын айтып жатады. Бірінші кезекте сол өзім білім жолы деп білем. Сонымен қатар енді халыққа қызық сұрақтардың бірі, депутаттардың айлығы қанша деген? Мен өзім ақшаға келген кезде, материяға келген кезде тойдым, толдым деп келген адаммын. Енді мені бірінші кезекте ақша қызықтырмайды, керісінше елдің жағдайы, осы елге жасайтын өзгерістер. Аллаға шүкір, мен өзімнің сол осы 31 жасыма дейін үйімді де, көлігімді де алғанмын. 20-дан астам мемлекет көрдім, отбасым бар, ата-анам бар. Бұл жерде ең басты байлық, ең басты құндылық ол заманымыздың тыныштығы, туған туысқандарымыздың амандығы деп білемін мен өз басым. Ақшаның түбіне ешкім жетпейді, ақшаны жүрекке өткізуге болмайды. Ақша ол тек қана төлем құралы болу керек. Қаржылық сауат маманы, экономист ретінде айтатын болсам, өкінішке қарай біз ақшаны жүрегімізге түсіріп, барлық нәрсені ақшаға байлап қойған жайттар өте көп кездеседі. Ал дәл қазіргі уақытта әрине, мысалға менің бұрынғы жаңағындай табыстарымен салыстыратын болсам, депутаттың айлығы ол аз 700, мен өзім қолыма алатыным шамамен 750 мыңның деңгейінде. Енді салық, жаңағы мәмс бар, зейнетақы аударымдары бар, бәрін алып тастағанда таза менің Каспий голдыма түсетін ақша сондай. Бірақ мен бұл жерге бір ақша үшін келген емеспін, болмаса сол кресло үшін емес, керісінше осы бір еліме бір оң өзгерістер алып келейін. Ертеңгі күні сол Дәулет, сен не істедің деген кезде де міне айтатындай, сіз айтып отырсыз ғой, міне 1 жыл болды, 1 жылда Дәулет, сен не істедің деген кезде мен осы нәрселерді, біршама жұмыстарды айтып отырмын. Тура сол сияқты адамның істеген ісі маңызды деп өзім есептеймін. Ақшамен бірінші орынға қоюға болмайды деп ойлаймын. Әрине,
көп нәрсе қымбаттап жатыр, мысалға мынау комуслуга барлығы да қымбаттап жатыр, бірақ не істейміз, күресеміз, тірі адам тіршілігін жасайды, әрекет ету керек, бірақ кім қандай салада жұмыс жасамасын, адалдық болатын болса, Алланың берері де көп болады. Себебі барлық несібе бірінші кезекте Алладан, адамнан емес. Өмірдегі жетістігіңіз қандай? Өмірде енді әркімге әртүрлі жетістікті әркім әртүрлі бағалайды, сараптайды ғой. Менің мысалға біреу айтуы мүмкін, ой мен мысалға жетістік депутат болу деген сияқты, я. Менің өзімнің 31 жастағы қазіргі жетістігім, енді бірінші кезекте отбасын қоятын едім. Шүкір Аллаға, ата-анам аман, деніміз сау, отбасым, 3 бала шағам бар, Алланың бергені. Сол мен үшін басты жетістік, басты құндылық, басты байлық деп білемін. Одан кейін тәуелсіз елде тұрамыз, аспанымыз ашық. Бұрын бала кезде туған күндерде тілек айтамыз ғой, бір жай сөз сияқты көрінетін. Аспанымыз ашық дегенде бір күнді елестететінбіз. Ал бірақ кейін міне 30-дан асқаннан кейін түсінген дүниен, аспанымыз ашық деген ол соғыстың болмауы, ұйқымыздың тыныштығы, бақыт деген әрбір сәттен, әрбір момент дейді ғой, сол орысша айтқанда, содан біз ләззат алып, бақытты сезіне білу керекпіз. Жаңа айтқан бақыттың барлығы ақшамен өлшене бермейді. Мен өзім жұмыстан шаршап, қанша енді бізде көбінесе мен айтам, әрине біз ауыр жер қазып, болмаса ауыр зат көтеріп жүрмейміз. Бірақ жүйке тоздыратын жұмыстар өте көп, хаттар келіп жатады. Одан кейін жаңағындай түрлі мәселелер бар. Қоғамдық қабылдауларыңыз бар. Қоғамдық қабылдау бар. Bir күнде 69 адам, 55 адам қабылдаған кезде, түрлі тағдыр, түрлі проблема көрген кезде, бұл елден қашып кеткім келеді. Шын айтам. Бірақ ойлайсың, әр адам осы ел тастап жүре беретін болса, кімге қалады? Бұл ата-бабамыздың аманаты ғой, мысалға. Сондықтан проблемама шешу керек, күресу керек, сол жолда аянбай еңбек ете білу керек деп өзім есептеймін. Менің айтқым келетіні, сол жетістік, сен қанша жұмыстан шаршап келген кезде, жылы шырай, мен сені қарсы алатын жұбайым бар, әйелім бар, мысалға, одан кейін әке деп алдынан жүгіріп шығатын балаларым бар. Міне соның өзі үлкен бір жетістік, соның өзі бақыт. Ал енді жетістік деп әркім өзінің бір материалдық құндылықтарын айта беруге болады. Мен анандай бренд алдым, машина алдым, көлік алдым, үй алдым, бүйттім, сөйттім деген, ол өзінің жетістігі шығар. Ал енді сол балаңа сен дұрыс тәрбие беретін болсаң, ертеңгі күні ол балаң сенің өзінің халқың үшін, елің үшін адал қызмет ететін болса, міне соның өзі үлкен жетістік деп білемін. Енді аға, алдымызда 22 наурыз үлкен мереке келе жатыр. Соған байланысты енді халыққа ізгі тілек, ниетіңізді айтсаңыз. Енді барлық көрерменді шын жүректен құттықтаймын. Наурыз бұл наурыз деп айтып жатамыз. Жаңару айы, жаңа күн депкен аудармалары бар тікелей. Сондықтан барлығы жаңаша болсын, жаңа жыл құтты болсын. Өзіміздің төл мерекеміз түркі халқына ортақ мереке. Одан кейін мінекей керемет осы жылы наурыз 10 күндік бастамамен түрлі арнайы даталары қойылды. Сондықтан бұл біздің ұлық мерекеміз ұзағынан болсын. Тіпті мынау наурыздың өзінің кезінде 88 жылға дейін тойлауға тыйым салып келді ғой. Бұның барлығы үлкен бір мәдени майдан. Енді мынау Өзбекәлі Жәнібеков ағамыздың еңбегін оқысақ біз түсінеміз. Санжар Керімбайдың. Сондықтан барлығына кеңес беремін, соны да бір ауыз оқып өтуге. Ал енді осы көрермендерді, өзімнің оқырмандарымды шын жүректен жаңа жылмен құттықтаймын. Бұл жыл береке, құт, ырыс алып келсін, ақ мол болсын. Рахмет аға, уақыт тауып келгеніңізге көп-көп рахмет. Осылай елдің аманатын арқалап, және сол аманатты шешуді жазсын. Ал ардақты көрермен, бүгінгі подкастымыздың соңын Еуропадағы ең алғашқы әйел премьер-министр Маргарет Тэтчердің сөзімен аяқтағым келіп отыр. Мемлекеттің басты құндылығы ол жер асты қазба байлықтар емес, мемлекеттің басты құндылығы ол адамзаты. Ал мемлекет сол үшін аянбай еңбек ету керек. Аман сау болыңыздар.